Сәлем достар, қазіргі заман технология заманы. Осыдан бірнеше ғасырлар бұрын адамдардың түсіне де кірмеген нәрсе қазір қолымызда. Бұл әрине телефон. Телефон арқылы өмірімізде болған қызықты нәрселерді видеоға түсіріп, оны мәңгілік сақтап қоя аламыз. Ал кейбір адамдардың түсірген дүниелері мәңгілік сақтап қоюға тұрарлық. Бүгін мен дәл осындай видеоларды көрсететін боламын. Ал енді мен бастаймын. Биогер, хайуанаттар бағының зерттеушілері қоршаудағы шимпанзелерді зерттеу үшін дрон жібереді. Бәрі қызығы, шимпанзелерді зерттеуге келген дрон өзі зерттеу объектісіне айналды. Сәттілік деген не? Бұның жауабын мына комментатордан сұрасаңыз болады. Егерде шайба басына тигенде бас сүйегін сындыру мүмкін бе еді? Сіз әткеншекте балаша ойнаған үлкен адамды көрдіңіз бе? Көрсеңіз де, мұнандай трюк жасаған атаны көрмедіңіз. Иттер көптеген адамдарға қарағанда бірін-бірін қиын жағдайды тастамайды деп ойлап қалмаңыз. Бақалар дыбыс шығарғанда судан мұнандай толқындар пайда болады екен. Спортпен барлығымызға да айналысуға болады. Тіпті итке де. Мына ит аяғын ластауды қаламайтын сияқты. Музыканттардың барлығы да керемет. Бірақ та Томми атты барабаншы мынандай үлкен аттракционда барабанмен ойнады. Барабан түгіл, мына жерде өлең айту да оңай емес. Бірақ та Томми үшін бұл жай ғана ойын. Мына аралар жақында жүрген жәндіктерді осылайша қорқытады екен. Алыстан қарасаң өте әдемі екен. Жәндіктерді қорқыту мүмкін болса да, адамдарды қорқыту мүмкін емес. Брайан Гарси атты жігіт 3 досымен бірге Лос-Анджелес қаласының шетіндегі пойыз тоннеліне кіреді. Жарты жолға келгенде пойыздың дауысын естиді. Ары қарай не болған қараңыз. Дәл қазір сіз әлемдегі ең батыл мысықты көріп тұрсыз. Баланы қорғау мақсатында Марси атты мысық бір емес, 2 қолтырауынға төтеп беруде. Су астында балықтардың бірігіп, жыртқыштардан қалай қорғанатын білетін боларсыз. Ал енді дәл осындай әдіспен құстар да бүркіттерден қорғануда. ақш-та түсірілген бұл видео өте қызықты болып шықты. Ана аю қонжықтарын жолдың бетінен өткізуде. Ал соңғы қонжық болса қатты қорқып қалды. Ана аю да оны тастап кетпей, жолдың бетінен өткізді. Ал мына қонжық болса өте батыл екен. Бір сөзбен видео өте қызықты болып шықты. Мына тоқылдақтың ашуланғаны сонша ағаштың жартысын шоқып тастапты. Өз жемтігіне жетпегенше ол берілмейін деп тұр. Тіпті адам қасына келіп видео түсірсе де мән бермеуде. Сонымен достар, видео көңіліңізден шықты деген үміттемін. Біздің арнаға қолдау ретінде арнамызға тіркеліп, шығып тұратын видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны шертіп қойыңыз. Сіздермен болған Казбрайан арнасы, хош, саламатта болыңыздар.